Сәлем достар, мен бүгін чипик пісіріп жатырмын. Соған біз қамыр илейміз. Керекті заттарын мына жерде менде сүт 1 литрға жетпей 600 миллиграмм сүт и жылы су қостым. Сонымен 600 миллиграммдай шықты. 1 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 60-70 граммдай май қосасыздар, дрожжи қосасыздар. Бәрінен де араластырамыз. Бірінші қантымызбен тұзымызды салып, алдын ала сүтті жылытып аласыздар. Суық күйінде істемейсіздер, көтерілмей қалады. Тұзымызды саламыз, қантымызды салдық. Енді осы жердегі тұрған заттың бәрін мен неге май қосамын? Өйткені шелпегім қатып қалмайды. Мен осындай сливочное масло қосамын, сары май қосамын. Бәрі еріп болады. Еріп болғаннан кейін ең ақырынан дрожжиларын қосасыздар. Оны мен өзім көз мөлшерімен қоса саламын. Сондай көп емес, сондай аз емес. Болды, жетеді. Болды, міне еріп бәрі дайын тұр. Енді мен ұны қосамын қазір. Ұнды өздеріңіздің қажетінше қосасыздар. Қолдарыңызға жабыспайтындай болу керек. Болды, енді осылайынан қолмен араластырамыз. Қасықты алып тастаймыз. Осындай бөліктерге бөліп аламыз. Енді бетін жауып қоямыз. Бір 15 минут, 20 минутқа қойып қоямыз. Осы 4 бөлігімізді де жайып кесіп шығамыз. Болды, дайын болды. Менің майым қызыды. Енді осылайынан реттеп саламыз. Міне достар, менің шелпегім дайын болды. Пысқан толығымен. Бірақ енді дәмі тіл үйреді. Өте дәмді болған. Дәмді.